Жөн білетін жамағат армысыздар. Ауыл шаруашылығы министрлігі мал шаруашылығында қолдан ұрықтандыру жұмысын қайта жаңғыртуды қолға алмақшы деп естідім. Кезінде экспортқа 60 мың тонна ет шығарамыз дегендер, қолдан ұрықтандыру жұмысы ешқандай нәтиже бермейді деп, шетелден мыңдап мал әкеліп, солардан туған бұқалардың барлығы асылдандыруға жарамды деп, оңды солды таратқан еді. Соларға қарағанда қазіргі министр Ербол Қарашүкеевтің мал шаруашылығында саясаты едәуір жақсы екен. Хабарымыздың бүгінгі санында қолдан ұрықтандырудың айрықша артықшылықтарын айтатын боламыз. Кез келген жаңа биологиялық объект жасушасының 50% аталық, ал қалған 50% аналық хромосомадан қалыптасады. Әдетте екі жақтың бірігу барысында жаңа генге аталық тараптың ықпалы көбірек болады. Егер аталық жағынан сұрыптау жұмысы тұрақты әрі ұзақ мерзімде жүргізілсе, оның бойындағы белгілі бір қасиеттері нығая түседі. Және олар ұрпақтан ұрпаққа тұрақты түрде беріліп отырады. Бұл қасиетті препатенттік деп атаймыз. Мәселен, сіз ірі қара малды асылдандыру жұмысын қолға алдыңыз делік. Оған қажет бұқа да көп. Бастапқыда олардың барлығы жақсы көрінеді. Құжаты бар, таза қанды, тегі де асыл тұқымды. Бірақ сіз осы аталықтардың қайсысы препатенттік қасиетке екенін біле алмайсыз. Оны тек сол бұқадан төл алғанда, солардың пішінін, салмағын, өнімділігін салыстырғанда ғана айта аласыз. Қолдан ұрықтандыру барысында сіз дайын қатырылған ұрықты қолданасыз. Ол ұрық сізге жеткенше талай сынақтан өтеді. Онымен айналысатын арнайы мекеме бар. Асыл түлік деп аталатын орталық Нұр-Сұлтан қаласының маңындағы Қосшы кентінде орналасқан. Мемлекеттің меншігіндегі мекеме. Бұл орталық ең алдымен Қазақстандағы мықты шаруашылықтардың малын аралап, өнімділігі жоғарыларын таңдап қояды. Содан соң оларды үнемі бақылап отырады. Өзара салыстырып болған соң жақсыларын өздеріне алып кетеді. Олардан ұрық алып, шаруашылықтардағы жүздеген сиырларға салады. Уақыт өткен соң алынған төлдің түрін, түсін, денсаулығы мен өнімділігін бағалайды. Бұзаулары туған сәтте өсу барысында және өнім бере бастағанда өз әкесінің қасиеттерін дәлме-дәл қайталаса, басқаларға қарағанда айтарлықтай жоғары көрсеткіш берсе, тұқым қуалайтын аурулардан таза болып шықса, сол бұқаның ұрығы ресми түрде сатыла бастайды. Демек, қолдан ұрықтандыру барысында сіздің пайдаланатын ұрық осы іріктеу жұмысының барлық сатысынан өткен материал болып табылады. Әдетте 1000 аталықтың ішінде біреу ғана топ жарып шығады. Қолдан ұрықтандыру арқылы алынған бұзаулардың әп-әдемі, біркелкі, әрі өнімділік жағынан әлеуеті өте жоғары болатынында сол себептен. Малды шағылыстырудың табиғи жолмен жасасаңыз, 100 аналыққа кем дегенде 4 бұқа аласыз. Оның біреуі 600 мың теңге десек, жалпы шығыныңыз 2 миллион 400 мың теңге болмақ. Сатып алған бұқаларды тағы күтіп бағуға жет. Ол да шығын. Оның үстіне жоғарыда айтқандай, сатып алған аталық бойында бар қасиетін ұрпақтан ұрпаққа тұрақты түрде бере алады ма? Оны да білмейсіз. Ал қатырылған ұрықтың құны ары кеткенде 800 теңге. Бір басқа 2-3 дана керек десек, қолдан ұрықтандыру қызметінің бағасын қоссақ, 100 басқа кететін шығын 1 миллион теңге шамасында ғана болмақ. Көріп тұрғаныңыздай, экономика жағынан да тиімді. Қолдан ұрықтандырудың тағы бір артықшылығы ветеринариялық қауіпсіздік. Жыныстық жолмен жұғатын аурулардың түрі өте көп. Қолдан ұрықтандыру барысында әдетте ұрғашы малды ультрадыбысты зерттеу арқылы тексереді. Жатыр аурулары болса, олар емдетіледі, немесе тіпті шектетіледі. Осының барлығы қолдан ұрықтандырудың тиімділігін арттырады. Малдың төлдеуін бір уақытқа ыңғайластырамын десеңіз де, қолдан ұрықтандыру қолайлы әдіс. Шалғайдағы жайылымда жүрген сиырды қораға кіргізіп, қолдан ұрықтандыру негізі қиын емес.
Ұрықтандыру бойынша қызмет көрсететін мамандар бар. Шақырсаңыз, кез келген жерге шауып баруға дайын тұр. Жалпы бұқаның ұрығын өндіретін асыл түлік деген мемлекеттік мекеме туралы да бір-екі сөз айтуды жөн санаймын. Бұл орталықтың болашағы зор, бірақ әлеуеті әлі де ашылмай келеді. Өзіңіз ойлап қараңыз. Қазақстанда жыл сайын 1 миллионға жуық мал қолдан ұрықтанады. Ол жылына 3 миллион доза ұрық жұмсалады деген сөз. Осы көлемнің 80% шетелден келеді. Демек, Қазақстанның ақшасы басқа мемлекеттердің экономикасына жұмыс істеп жатыр деген сөз. Жыл сайын шаруаларымыз шетелге шамамен 10 миллиард теңге жіберіп жатыр. Соңғы 3 жылда асыл түліктің дамуына ешқандай инвестиция құйылмаған. Бұл орталыққа әлемдік стандартпен іріктеп алынған бұқаларды сатып алсақ, материалдық базасын жақсартып берсек, осы қаражаттың барлығы Қазақстанда қалады емес пе? Осындай қарапайым мәселені түсіне алмағанымыз қалай? Импорт көлемін азайтуға бел будық. Олай болатын болса, қолда бар алтынды қалайша қастерлей алмай жүрміз. Асыл түлік бұқа ұрығын өндіруді де, сақтауды да, сатуды да жақсы біледі. Оның еш қиындығы жоқ. Тек инвестициялың тапшылығынан еңсесін көтере алмай келеді. Ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеев қолдан ұрықтандыру жұмысын жандандыруға ниетті екен. Бұл өте жақсы жаңалық. Себебі соңғы 10 жылда бірде-бір басшы оның жұмысына дұрыс көңіл бөлмеген. Ендеше алдағы уақытта асыл түліктің де бағы жанар. Жөні осы, келесі кездескенше.